Еркіндік деген кезде ойыңызға не келеді? Алла тағала бізді өте еркін жаратқан. Шүкір, біз өте еркінбіз. Осы еркіндік тақырыбының жан-жақты аспекттерін қарастырып көрсек. Мысалы, адам ретінде еркінбіз, Құдайға шүкір, ешкімнің жаңағы байлауында тұрған жоқпыз. Рухани еркінбіз, ой еркіндігі бар. Ойша да еркінбіз, өзіміздің қалағанымызды ойлай аламыз. Сөйлей аламыз, қалаған нәрсемізді сөйлей аламыз, егерде последствиясына дайын болсақ. Қаржылай еркін бола аламыз. Енді осы еркіндіктерді біз тұрақты түрде дамытуымыз керек. Тұрақты түрде бұл мәселе бойынша жұмыс істеуіміз керек. Мен өте еркінмін, және сіз де өте еркінсіз, ол да өте еркін болу керек. Мысалы, сіз қалаған сөзіңізді айта аласыз, сіз қалаған сезіміңізді сезе аласыз, сіз қалаған ойыңызды ойлай аласыз, сіз құқылысыз. Басқалар да тура солай.